Менен кайным осындай Қытайдың немесінен қайғысынан өз 4-нче айдың 12-сі қайтыс болды. Келіншегі болса Қытайға кетіп қалған, ол кісі қайта айланып келген жоқ. Жібермейді Қытайдар. Қытайдың немесімен сол кісі қайтыс болды. Сол кеселінен қайтыс болды. Ол кісі келген жоқ. 2 баласы болса жетім қалды. Оны қарайтын адам жоқ. Сол үшін келген жоқ, ол кісі жібермейді Қытайдың кеселін. Соны сіздерге кешірім еткен көмегіңіздерге көмек сұраймын. Менің қайным аты Қарылбек. Әкесінің аты кім? Язбек әкесінің аты. Сол кісі бала шағасы жетім қалды. Сол үшін сіздерге көмек сұраймын. Сол үшін мен сіздерден көмек сұраймын. Мен салтанат келінді Қытайдарды жібермей отыр. Соның кеселінен ол кісі қайтыс болды. Сіздерден аға көмек сұраймын. Қалай дегенде мына отырған абысын аппайым болады. Мен осы кісінің келіні Қытайға кеткелі әзір 9 ай болды. Соның күйігінен сол кісінің жолдасы Қадылбектің Язбек деген кісі қайтыс болды 4-нче айдың 13-ші күні. Осы жерде 2 баласы қалды. Не шешесін көре алмай зарлап жылап отыр. Сол үшін сіздерден көмек сұраймыз. Басқа не айтам енді? Көмегіңізге мұқтажбыз, басқа не айтам сіздерге? Айта алмайды екен. Сол Қытайдың кесірінен кеншегі Салтанат деген аппайымыз сол Қытайда жатыр. Әзір 9 ай болды. Күйеуінің өлгенін де көрген жоқ. Не баладарын сөзін де ести алмай сүрген. Ол кісі ол жақта қанбасын өрлеп, ол кісі ауырып жатыр дейді, есту хабарда. Сонымен сіздерден көмектеріңізді сұрайын, басқа не айтайын енді. Мен Шығыс Қазақстан Тарғабатай ауылының Ақжар ауылында тұрамын. Сол үшін сіздерден көмек сұраймын. Осы аппайымызды тез оралтуына тезірек көмек сұраймын. 2 баласын тез көріп, қылаяғымда қайтыс болған жолдасының сүйегін де көре алмады. Сол үшін сіздерден көмек сұраймын.